Ханымдар, ханшайымдар, бізде қазір бүгінгі сабақтағы балық бар, ол балықтың және бізге қажеттісі гарнир керек. Сол гарнирін дайындайын деп жатырмын. Қазір бізге ең қажетті гарниріміз өте көбінесе балықпен көп жүретін гарниріміз бұл біздің өздеріңіз білетін күріш. Күрішпен балық өзі әдемі жүреді. Оның қасына және біз мына жаңағы баклажан, цукини, болгарский перец, одан да жаңағы қасына қосымша дейміз. Енді микс дейміз ғой, сонда екі түрлі бізде гарнир болады. Соның қазір күрішті дайындаймыз. Қазір қарап отырыңыздар, мұқият болыңыздар. Бұл күрішті рассипчатый дейді, болмаса припушный дейді. Енді өзіңіз қалай атайсыз, солай болады берсін. Мен қазір міне отынды қыздыртып қойдым. 500 грамм күрішімді жуып алдым. Енді міне сіздерге қазір айтам, мен мұнда майды құйып жатырым. Менің қазаным қызып тұр. Майды құйып жатырым. Мен сізге қазір майды 50 грамм май құйдым. 50 грамм май құйдым. Мен күрішті жақсылап жуып алдым. 3-4 қайтара күрішіңізді жуып алсаңыз болады. Сосын 500 грамм күріш. Қазір суды қанша құямын, оны сіздерге айтатын боламын, Өйткені енді мен сіздерге айтайын дегенім жаңағы рассипчатый болу үшін кейде болады, біреуінікі шықпай қалады, біреуінікі шығып қалады. Енді мен өзім көз жобаммен үйренген адаммын. Енді сіздерге нақты айту үшін мен сіздерге барлығын өлшеп көрсетіп жатырмын. Мінекей, байқап отырған шығарсыздар, мен мұнда күрішімді салдым. Ішінде май бар, майымды қордым. Енді маған қажетті мынандай ыдысымды алдым, Мінекей, ыдысымды алып, мінекей. Не дейсіздер өздеріңіз, ожау дейсіздер ма, как бір дейсіздер ма, мен ағашымды алдым. Өзім көбінесе жақсы көрем. Ағашымды алып, мен қолданып жатырмын. Суымды қыздыртып қойдым, қайнатып қойдым. Майға осылай жақсылап қуырып аласыздар. Мінекей. Майға жақсылап қуырып аласыздар. Қуырып болғаннан кейін суды құямыз, мінекей. Қазір сіздерге вода дейтіне 300 грамм су екен. Осыны қаншасын құямыз, қазір айтамын сіздерге. Өйткені алдында да осылай жасап не қылғам, енді ол кезде нақты суды айтпадым. Өйткені өзім көрсеткеннен кейін нақтысын айтпадым. Біреуінікі шығыпты, біреуінікі шықпапты. Сондықтан сіздердікі барлығыңыздікі шығу үшін 300 грамм суды құйдым. Сосын жаңа отта менде қатты қызып тұрды ғой. Енді отты ең баяуына қойып қойдым. 2-ге қойып қойдым, отты. Мінекей, менде жақсы қайнап жатыр. Астының бәрін ажыраттым. Мінекей, тұзды салып жатырым. Тұзды сол қолмен салсаңыз, тұзыңыз көп болмайды. Сондықтан да тағамдарға салған кезде тұзды сол қолмен салуға үйреніңіз. Бұл біздің сазанның гарнирі. Бізде екі түрлі гарнир болады. Біреуі күріш, біреуі овощтар дейміз ғой. Мен бұның ішіне қайнаған су құйдым, ханымдар. Қайнап тұрған ыстық су құйдым. Қайнап тұрған ыстық су құйдым. 300 грамм құйдым. Тағы 100 грамм құйайын.
мынау 50 грамм. Сонда мен 500 грамм неге 500 грамм күрішке 100 грамм 50 грамм, сонда барлығы 450 грамм су құйылды. 60 грамм май. Астын баяулатып қойдым. Қақпағын жауып қоямын. Осы қақпағын жауып, енді ары қарай біз бұны бір 40 минуттай күтеміз де. Ал енді ары қарай сіздермен тағы біздің сабағымыз бар. Ол сабақ бізде жаңағы өздеріңізге айтып өткен, біз баклажаннан рулет жасап жатырмыз. Сол рулетімізді дайындаймыз қазір. 1 минуттан кейін қайтып кіремін.